Биыл 56-шы рет ұйымдастырылып отырған медицина қызметкерлерінің арасындағы спартакиада өз мәресіне жетті. Сайысқа 4 ауданнан келген 27 команда мен мыңнан аса спортшы қатысты. Бұл жолғы спартакиада Сағынбай Құлсартов пен Әділ Істілеуұлын еске алуға арналды. Сайыс спорттың 8 түрінен ұйымдастырылды. 12 мамыр мен 12 маусым аралығында өткен спартакиадаға медицина қызметкерлері белсене қатысты. Спартакиада денсаулық сақтау басқармасында бас терапевт болып жұмыс жасаған Әділ Істілеуұлы және бас хирург болып істеген Құлсартов Сағынбай Қарақұлұлына арналып өтіп отыр. 8 түрлі спорт түрінен өтті. 12 мамыр айында басталған, бүгін 12 маусым айында аяқталып отыр. Енді бүгін марапатталу рәсімін ұйымдастырамыз. Барлығы бірдей өткен жоқ, әр түрлі жерлерде ұйымдастырылумен соларда өтіп отыр. Енді болашақта бұл 8 түрге дағы да 3 түрлі өзіміздің ұлттық ойындарды қосу ойымызда бар. Ол ендігі келесі жылдың есебіне қалады.